Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Көпшіліктің сұрау бойынша өзімнің күнделікті пісіріп жүрген нанымның рецептісін шығардым. Видеоны толығымен қарап, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең әуелі жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнның үстінен содан соң барып ашытқы саламын мен. Ашытқы тағы да ұнымызды салып, жайлап қамырымызды илеп бастаймыз. Бірден көп ұн салмаймыз. Аз-аздан сала отырып, жұмсақ қып илеуіміз керек. Мен барлығын көз мөлшермен істеймін. Сол себепті сіздер де көз мөлшермен жасай беріңіздер. Дәл осылай ұнды аз-аздан сала отырып, жақсылап қамырымыздың июі қанғанша илейміз. Ең соңында сұйық майды құйып, тағы да біраз қайтарып жақсылап илеп жібереміз. Сұйық май біздің нанымыздың жұмсақ болуына көмектеседі. Нандарыңыз міндетті түрде өте жұмсақ болып шығатын болады. Міне осындай өте әдемі қамыр пайда болады, жылтыр. Содан соң ашытуға 2 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды, көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып. Енді нанымызды мен 2 нан жасадым, үлкен-үлкен. Нанымызды 2 бөлікке бөліп, противенімізге салып, кішкене жайып, бетін жауып, 10-15 минутқа қойып тұрамыз. Себебі біздің нанымыз тағы да көпсіп, өте биік болып шығатын болады. Мен бетін жауып, 15 минутқа қойып қойдым. Содан соң барып, осындай қолыммен форма жасаймын. Міне көтерілген соң нандарыңыз өте биік болып шығады. Дәл осылай қолыңызбен форма жасасаңыздар да болады, немесе басқаша да форма салуға болады. Бетіне жұмыртқа жақтым мен, қыздар, сап-сары әдемі болып пісу үшін. Сіздер жақсаңыздар да, жақпасаңыздар да болады. Міне осылай нанымның сыры осы, қыздар. Жасаған соң 10-15 минут қойып қоямын. Дәл осылай духовкада 250 градуста қызарғанша пісіріп аламын 2 нанымды. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.